Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видео сабақта ағылшын тіліндегі conditionals тақырыбын түсіндіретін боламын. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен conditionals дегеніміз не? Осы сұраққа жауап алайық. Орыс тіліндегі условное предложение, ал қазақ тіліндегі шартты сөйлемдер дегенді білдіреді. Қазақ тіліндегі шартты сөйлемдер құрмалас сөйлемдердің тобына жатады. Дәл осы секілді ағылшын тілінде де conditionals бұл күрделі сөйлемдердің тобына жатады. Ағылшын тіліндегі шартты сөйлемдер қай кезде қолданылады? Осыған тоқталып өтейік. Conditionals are used to speculate about what could happen. Яғни бір іс-әрекеттің болуына болжам жасаған кезінде біз осы шартты сөйлемдерді қолданамыз. Екіншіден, what might have happened. Яғни қазіргі таңда немесе болашақта болуы мүмкін іс-әрекеттерді айтқанда біз осы шартты сөйлемдерді қолданамыз. Үшіншіден, what we wish would happen. Яғни біз бір іс-әрекеттің болуын қатты қалаған кезінде осы шартты сөйлемдерді қолданамыз. Сонымен қатар, болып қойған іс-әрекетке өкінген кезінде шартты сөйлемдерді қолданамыз. Ағылшын тіліндегі шартты сөйлемдер if деген көмекші сөз арқылы жасалады. If дегеніміз егер деген мағынаны білдіреді. Ағылшын тіліндегі шартты сөйлемдер екі бөліктен тұрады. Бірінші бөлігі if clause, ал екінші бөлігі main clause. Қазақ тіліндегі басыңқы және бағыныңқы сөйлемдер дегенмен сәйкес келеді. If clause және main clause бөліктерінің сөйлемде орындары ауысып келе береді. Сөйлемнің мағынасы өзгермейді. Мысалға назар аударайық. If you study hard, you will pass your exams. Егер сен жақсы оқысаң, емтихандардан өтесің. Ал енді орнын ауыстырып көрейік. You will pass your exams if you study hard. Сен емтихандарыңнан өтесің, егер жақсы оқысаң. Бұл жерде айырмашылық үтірде. Егер сөйлемде бірінші if clause келетін болса, үтір қойылады. Ал main clause бірінші келетін болса, үтір қойылмайды. Ағылшын тіліндегі шартты сөйлемдер екі түрлі болуы мүмкін. Оның бірі real, ал екіншісі unreal. Real дегеніміз шынайы іс-әрекетті білдірсе, unreal дегеніміз шынайы емес, өтірік іс-әрекетті білдіреді. Түсінікті болу үшін мысалдарға назар аударайық. Бірінші мысал, if you freeze water, it becomes solid. Екінші мысал, if it rains tomorrow, I will take the car. Үшінші мысал, if I lived closer to the cinema, I would go more often. Бұл жерде бірінші және екінші мысалдар real conditionalsқа жатады. Бірінші сөйлем, яғни сен суды мұздатсаң, ол қатты болады. Барлығымызға белгілі ақиқат, сондықтан да real conditionals болып тұр. Екінші мысал, егер ертең жаңбыр жауса, мен көлігімді аламын. Шындыққа жанасып тұр, яғни болуы мүмкін іс-әрекетті айтып тұр. Сондықтан да real conditionals тобына жатады. Ал үшінші мысал unreal conditionals болады. Себебі, егер мен кинотеатрға жақын тұрсам, жиірек баратын едім. Яғни бұл imagination болып тұр. Жай ғана ойлап, соны армандап тұр. Сондықтан да біз бұл сөйлемді unreal conditionalsқа жатқызамыз. Ағылшын тілінде шартты сөйлемдер if сөзінен бөлек unless сөзімен де құралады. Себебі unless сөзі if сөзінің антонимі. If дегеніміз егер деген сөзді білдірсе, unless егер болмаса дейтін мағынаны білдіреді. Ал ендеше жаңағы мысалды unless сөзімен құрастырып көрейік. If you study hard, you will pass your exams. Unless you study hard, you won't pass your exams. Егер сен жақсы оқымасаң, емтихандарыңнан өтпейсің. Міне достар, бүгінгі видео сабақ өз мәресіне жетті. Бүгінгі берілген ақпараттар пайдалы болды деп ойлаймын. Егер сізге видео сабақ ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір жазып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта шығатын видеоларымда conditionals тақырыбын толықтай ашып түсіндіретін боламын. Ал қазірше сау болыңыздар.